Құрамына ешқандай да май және де ұн қоспайтын өте керемет жеңіл омлеттің рецептімен бөлісемін. Баршаңызға ассалаумағалейкум, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 10 минуттың ішінде ешқандай да ұн және де май қоспайтын керемет омлеттің рецептімен бөлісемін. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер. Мен қазір осы тарелкаға пісіретін боламын. Енді мен бұл жерде 3 кісі жейтін болғандықтан жасап жатырмын. Енді сіздер құрамын аз жасасаңыздар да болады. Енді 2 жұмыртқамен. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне сүтімізді құямыз, және де жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша. Енді мен диета ұстап жүргендіктен ешқандай да тұзды да қосқан жоқпын. Енді сіздер қалауыңызша татымына қарай тұз салсаңыздар да болады. Не қантты да қосып жіберсеңіздер болады аздап. Міне біркелкі масса болды. Енді пісіретін қазанымыздың ішіне суымызды құямыз, ішіне жұмыртқалы массамызды саламыз, содан соң барып астындағы отты қосамыз. Енді қақпағын жауып 10 минутта пісіріп аламыз. Міне 10 минуттың ішінде омлетіміз дайын болды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұл жерде сіздер омлеттеріңіздің толық мұздағанын күтіңіздер. Енді мен бұл жерде асығыс болдым. Тез ала салдым. Тарелкам әлі ыстық. Соның өзінде бірақ аздап тарелкамызға жабысқан. Енді сіздер толығымен мұздаса, бұндай жабыспайды. Және де достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне омлеттерімізді кесіп көрдік. Арасын көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздер жасап көріңіздер. Жаңағы түскі аста немесе тіске басар ретінде осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде толық мұздағаннан кейін барып бөлек ыдысқа алыңыздар. Міне қараңыздар, қандай әдемі дірілдеп тұр. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.